Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі тақырыбымыз өт жолдарының аурулары. Яғни, бірінші анатомиясымен танысып алайық. Өт жолдары бізде бірінші оң және сол жақ бауыр түтігінен басталып, екеуі қосылып, жалпы бауыр түтігіне айналады. Жалпы бауырлық түтік бізде пузырный протокпен қосылады да, жалпы өт түтігіне айналады. Жалпы өт түтігі бізде төмен қарай бағытталып, ұйқы безінің негізгі протогымен қосылып, 12 елешекке Одди сфинктері арқылы ашылады деп айтамыз. Негізінен қазіргі уақытта өт жолдарының аурулары өте жиі кездеседі. Солардың бірі өт тас ауруы. Өтте тастың түзілуінің негізі екі механизм немесе екі негізгі жетекші фактор бар. Біріншісі ол холестерин, ал екіншісі ол билирубин. Жалпы холестерин бұл ағзадағы майлы зат, оның қызметі жыныс гормондары, кортикостероидтар, Д витаминінің синтезі және жасушаның, қабырғасының компоненті болып табылады холестерин. Холестеринді тастардың түзілуіне әсер ететін факторлар немесе қауіп факторлары, оларға жатады қартайған шақ, семіздік, генетикалық фактор, сосын тағы да ер кісілерге қарағанда әйел кісілер көбірек ауырады тас ауруымен. Не үшін? Түсіндіріп өтейік. Потому что әйелдер бізде гормональдық өзгеріске бейім келеді. Яғни жүктілік кезінде, менопауза кезінде оларда гормональды баланс бұзылады деп айтамыз. Например, эстрогеннің мөлшері жоғарылайды, холестерин көп бөлінеді, холестеринді ерітетін өт қышқылдарымен фосфолипидтер жеткіліксіз болса, ол тұнады да кристалданып тасқа айналады. Именно осындай жағдайда бізде өт тас ауруы пайда болады. Семіздікте, жүктілікте то же самое. Ол кезде уже стазбен байланысты, яғни гиподинамия болады да, өт тұрып қалады бір жерде. Туылған соң ол тұнады да, сосын кристалданады. Ал генетикалық фактор ол түсінікті деп ойлаймын. Ол уже ұрпақтан ұрпаққа беріледі, то есть холестеринге бейімділік беріледі да, ұрпақтан ұрпаққа. Ал келесі ол бізде билирубин мөлшерінің артуы. Билирубиннің мөлшері артатын болса, не болады? Жалпы билирубин дегеніміз ол эритроциттер ыдыраған кезде түзілетін өнім. Егер көрмеген болсаңдар, бұдан алдыңғы видеомды көрсеңдер, сол жерде билирубиннің метаболизм туралы айтқанмын. Соны көруге кеңес беремін негізі. Жалпы билирубиннің мөлшерінің артуы гемолиз процесінің күшеюіне байланысты. Яғни көптеп эритроциттер ыдыраған уақытта көп билирубин түзіледі да, бауырда тікелей емес билирубинді тікелейге айналу процесі үлгермейді, то есть тікелей емес билирубинді бауыр өңдеп үлгермейді. Потом өтте билирубиннің мөлшері көбейеді да, ол тоже кристалданып қоңыр пигментті тасқа айналады. Ал инфекция кезінде инфекциядан бөлінген, например, бактериялардан бөлінген токсиндер, ферменттері осы билирубиннің тасқа айналу процесін стимулдайды немесе соған көмектеседі. Процесс тездетеді, короче. Билирубиннің тасқа айналу процесін бактериядан бөлінген токсиндер, ферменттер тездетеді. Негізі 80-90% жағдайда өт тас ауруы кезінде холестеринді тастар түзіледі. Тастың түзілу процесі туралы кішкене талқыладық. Енді жеке-жеке ауруларға тоқтайық. Холецистит бірінші. Холецистит кезінде қандай өзгерістер дамиды? Бірінші мына жерге біз бітелуді салайық. Сакубрга болды деп елестетейік мына жерді. Не болады? Бірінші болып өттің ішіндегі құрам сыртқа шықпағандықтан өт қабында қысым жоғарылайды. Қысым жоғарылаған соң не істейді? Өт қабы ісінеді немесе үлкейеді. Өт қабы ісінген, үлкейген уақытта, егер, например, саған пациент оң жақ қабырға астының аурусына келіп тұрса, сен пальпация жасаған кезде ол секрет кәдімгідей өте қатты ауырады мынау. Сосын бізде өт қабы ісінген соң, мынаның ішінде бізде шартты патогенді микроорганизмдер болады, организмде барлық жерде қалыпты микрофлорамыз, то есть. Когда мынау
обструкция болгон убакытта шартты патогендүү микроорганизмдерге бул колайлуу орто болот көбөйүүгө. Булар көбөйөт да кабынуу тудурат. Сенде холецистит дамыйды. Жалпы симптом Мёрфи және Фриникус симптом деген бар. Олар не жалпы? Вот симптом Мёрфи дегенimiz ол когда пациент оң жак кабыргасынын оорусуну менен келип турса, сен аны жаткызып, оң жак кабыргасын басып, терең дем алууну сурасаң, ол терең дем ала алмайт. Потому что диафрагма терең дем алган кезде диафрагма төмен түсөт го. Ол бауырдың үстүнөн өткө карай давить этет. Бизде кысым, ичинде кысым жогору, өт кабы ысынып тур. Ысынып тургандыктан булай басатын болсо, ол оорусуна болот. Яғни ол деп короче, терең дем ала алмайт. Ол бизде положительный симптом Мёрфи деп аталат. Экинчиси ол бизде Фриникус симптом. Ол убакытта бизде не болот? Когда стерноклайдомастодиоз пен калканча шемиршек арасындагы аймакты басатын болсаң, оң жак кабырга догасы астында оорусуну пайда болот. Бул тоже бизде положительный симптом Мёрфи деп аталат. Эмне үчүн алай болот? Себеби бизде азыр сүрөттү дурустап алайын. Манипуляция осылай жасалат негизи. Эмне үчүн оң жак кабырга астында оорусуну пайда болот? Себеби бизде плексус сервикалистен нервус фриникус тармакталат. Ол өт кабына дейин иннервация жасайт да. Сол осы жерден баскан кезде сол нервти раздражить этүү аркылуу мына жакта энди воспаление болуп атыр го. Мына нервти баскан кезде ошол жакта оорусуу пайда болот. Экинчи патологиялык жагдай бул холедохолитиаз деп аталат. Яғни холецисттен айырмачылыгы бул жерде обструкция бизде өт түтүгүндө эмес, жалпы өт түтүгүндө болот. Допустим, мына жерде болот деп айтайык. Мында эң биринчи дамыйтын өзгөрүш бул бизде жалпы бауыр түтүгү, жалпы өт түтүгүнүн ичиндеги кысымдын жогорулугу және мунун үлкөйүүгү. Жалпы өт түтүгү менен жалпы бауыр түтүктөрүнүн үлкөйүп кетүүгү пайда болот. Согон байланыштуу бизде шечная фосфатаза жогорулайт канда. Шечная фосфатаза и билирубин жогорулайт да, бизде не болот? Бизде саргайуу процесси болот. Эмне үчүн мына холециститте саргайуу процесси болмойт? Потому что бул жерде обструкция бизде өт түтүгүндө. Ал мына жерде жалпы өт түтүгүндө. Мына жерде өт түзүлөт да, өт түзүлүп 12 илешекке дейин доступ бар болгон барууга. Мында уже обструкция болот да, билирубиндин мөлшөрү көбөйөт, шечная фосфатазанын тоже мөлшөрү көбөйөт да, бизде саргайуу процесси жүрөт. Дагы бир үчүнчү патологиялык жагдай ол бизде восходящий холангит деп аталат. Бул кезде то же самое холедохолитиаз секилдүү болот да. Мына жерде болот обструкция жалпы өт түтүгүндө. То же самое бизде шечная фосфатаза жогорулайт, билирубин жогорулайт, саргайуу процесси болот. Бирок эң басты айырмачылыгы бул жерде то же самое кеңейет, бауырлык және жалпы бауыр түтүгү және жалпы өт түтүгү кеңейет. Бул жерде бактериальный колонизация болот. Яғни мына жерде инфекциялык ауру эмес, мынау инфекциялык тен эмес, ал мынаган инфекция тен. Яғни мынау острый, мынау хронический деп айтсак да болот. Бул жерде бактерия көбөйөт. Бактерия көбөйгөн соң ол жогору карай бауырга дейин барат, бауырдан канга дейин барып, сепсиске дейин әкелүүгү мүмкүн. Сол үчүн бул өтө ауыр летальный исходко дейин апаратын өт жолдорунун оору болуп табылат. В принципе, экөө то же самое бир жерде болот обструкция, бирок мынаган инфекция тен эмес. То же самое клиникасында мынаган лейкоцитоз, температура деген тен эмес, ал мынаган тен. Лейкоциттердин көбөйүүбү, температура деген. Оны дальше азыр талдайтын боламыз. Достор, диагностикасын айтпастан мурун бауырлык шаншуу тууралуу айтатын болсом, негизи ар бир аурудун клиникалык
белгісін білу бізге диагноз қоюға үлкен көмек көрсетеді. Яғни, например, осы өт жолдарының ауруларының өзінде ауырсынудың өзінің характеристикасы болады. Яғни, вот сыздап ауырсыну, шаншып ауырсыну, жедел, созылмалы, сондай. Вот егер, например, бір науқас келетін болса бізге, и оң жақ қабырға астында тамақ жегеннен соң 30 минуттан соң приступ берді деп айту мүмкін да, оң жақ қабырға асты қатты ауырсынды бірнеше минуттан бірнеше сағатқа дейін деп. Оның патогенезі қандай? Яғни бауырлық шаншу, печеночная колика, немесе өзіміз қарапайым тілде приступ деп айтады ғой. Соның механизмін қарастырайық. Жалпы өтте тас бар. И пациент майлы тағам жейді да. Майлы тағам жеген уақытта 12 илешектің рецепторлары бізде холецистокинин деген гормон и секретин деген гормон береді, чтоб өттің биосинтезін күшейтіп, 12 ішекке бөлініп, тамақпен келіп жатқан майды эмульгациялау үшін. Майлы тағам жеді, холецистокинин бөлінді, бөлінген уақытта бұл биосинтезді күшейтеді тағы да, и өт қабының бұлшықеттерінің жиырылуын күшейтеді, и о дисфинктерінің босаңсуына алып келеді. Вот когда өт қабының бұлшықеттері жиырылған уақытта мына ішіндегі тастар мына жерге барып тұрып қалуы мүмкін да, и қысылуы мүмкін. Мына барып тұрып қалады, қысылады, қайтадан артқа қайтады, барады, қысылып қалады, қайтадан артқа қайтады. Осы процесс бізде бауырлық шаншу немесе колика немесе приступ деп аталады. Бұндай жағдайда біз ойлауымыз мүмкін, чтоб өте тас бар, немесе обструкция болды. То есть бірінші сигнал бұл, чтоб өте тас бар екендігіне. Екіншісі ол созылмалы, яғни созылмалы кезінде ол бірнеше күндерге дейін жалғасуы мүмкін ауырсыну, и ол адамда қалыпты деп ойлап қалуы мүмкін ауырсынуды. Потому что жеделдегі сияқты олай қатты ауырсыну болмайды да. Бұл бізде көрсетеді, чтоб хронический болып жатқан. То есть может созылмалы холецистит болуы мүмкін, холедохолитиаз болуы мүмкін. Жалпы созылмалы процесс екенін көрсетеді ол. Диагностикасында негізі мән береміз біз лейкоцитке, аспартат, аланин аминотрансфераза, шершень фосфатаза және билирубинге. Например, пациент келіп тұр, лейкоцитоз және температурасы көтерілген. Онда бізде тек қана екі вариант бар: холецистит и восходящий холангит. Потому что холедохолитиаз кезінде температура көтерілмейді, лейкоцитоз болмайды. Егер созылмалы болса, онда болуы мүмкін, ол тоже вряд ли. Ал егер бауырдың ферменттері, шершень фосфатаза және билирубин көтерілетін болса, онда біз холецистит алып тастаймыз. Потому что холецистит бізде өт қабының, яғни өт түтігінің обструкциясы кезінде дамиды, ал мынау екеуі жалпы түтігінің обструкциясы кезінде дамиды. То есть холецистит кезінде ешқандай билирубин, шершень фосфатаза, аспартат, аланин аминотрансферазалар көтерілмейді. И тағы бір нюанс: егер, например, билирубин көтерілген, шершень фосфатаза көтерілген, температурасы жоқ, лейкоцитоз жоқ болатын болса, онда біз холедохолитиазға, то есть холедохолитиазға күдіктенетін болып табыламыз. Егер бұл диагностика, например, лабораторный данныйлар жетіспесе, онда біз не істейміз? Аспаптық зерттеуге жібереміз. И мынандай әдемі beautiful рисунок алуымыз мүмкін. Бұл бізде не? Бұл бізде өт. Бұл өт, и мыналар бізде өттегі тас. Бұл бізде өт тас ауруы, яғни холецистит емес, просто өттің ішіндегі тас бұл. Например, пациент келуі мүмкін, жүкті әйел келуі мүмкін, менде острый приступ болды, қатты ауырсынды, тексеруге келдім деп келуі мүмкін, и УЗИге түсірген уақытта осындай рисунок алуымыз мүмкін. Өтінде тас бар, бірақ ешқандай обструкциясы жоқ. Потому что айттық, что жүкті әйелдерде стаз болады, и кристалданып тас түзіледі деп айттық. Обычно температура, лейкоцитоз деген заттар болмайды, тек қана приступ болады. Ал мынау уже бізде холедохолитиаз кезінде
Не үшін? Потому что мынау бізде не, бұл бізде жалпы өттігі, мынау тоже жалпы өттігі. И мына жерде екі абструкцияны көруіміз мүмкін. Потому что мына жерде жалпы өттіктері кеңейіп кеткен, екеуінде де кеңейген. Кеңейеді бізде неде, восходящий холонгит немесе холидохолитиаз кезінде түтіктер кеңейіп кетеді, протоктар. Вот егер пациент келген уақытта лейкоцитоз, температура болатын болса, онда холидохолитиаз болмайды. Бұл не болады? Бұл восходящий холонгит болады. Егер пациент келді, оң жақ қабырға астында ауырсыну бар, температурасы жоқ, лейкоцитоз жоқ, тек қана щелочной фосфатазы көтерілген, билирубин көтерілген, кішкене сарғаю байқалып тұрса, онда, скорее всего, ол адамда, ол пациентте, то есть иә, дұрыс, холидохолитиаз болады. Жалпы достар, дайындаған сабағым осы. Ұнаған болса, лүпілді қызартып, пікір қалдырып қойыңыздар. Ақылмет, симптомдардың сырын бірге ашамыз.